Экран алдындағы барша оқырманға сәлем, менің есімім Гүлхан. Бүгінгі тақырып интегралды білім беру аясында болмақ. Егер сізді бұл тақырып қызықтыратын болса, онда бұл дәрістің сізге өз көмегін беретіні анық. Менімен бірге болыңыз. Интегралды білім беру бұл Кен Уилбер әзірлеген интегралды теорияға негізделген білім беру үдерісін тұтас қамтуды көздейтін инновациялық тәсіл. Бұл теория білім берудің дәстүрлі және альтернативті әдістерінің артықшылықтарын біріктіруді мақсат етеді. Осылайша білім беру жүйесін жаңа деңгейге көтеруге де мүмкіндік береді. Интегралды білім беру бұл қазіргі заман талабына сай жеке тұлғаны дамытуға бағытталған ерекше білім беру түрі. Оның негізгі мәні білім беру жүйесінің бір рет және өмір бойы қағидатынан өмір бойы үздіксіз білім алуға көшуі. Бұл өзгеріс білім берудегі маңызды өтпелі кезеңді білдіреді. Оның нәтижесінде адамның үздіксіз дамуы мен білім алуы жүзеге асады. Үздіксіз білім беру тақырыбында педагогтар, психологтар, әлеуметтік қызмет мамандары, социологтар, философтар және мәдениеттанушылар ерекше назар аударуда. Олар бұл концепцияны әртүрлі қырынан зерттеп, оны даму қажеттілігінен негіздейді. Мұндай зерттеулер үздіксіз білім берудің мәнін, логикасын және оның методологиясын айқындауға көмектеседі. Интегралды білім беру адамның өмір бойы дамуына ықпал етіп, оның тек кәсіби тұрғыдан ғана емес, жеке тұлға ретінде де жетілдіруге бағытталған. Бұл тәсіл жеке тұлғаның физикалық, интеллектуалдық, рухани және әлеуметтік аспектілерін үйлесімді түрде дамытуға көмектеседі. Интегралды білім беру бұл жеке тұлғаның өмір бойы дамуын қамтамасыз ететін маңызды құрал. Ол білім беру саласындағы қазіргі заманның негізгі тенденцияларын көрсетеді және әр адамның толыққанды дамуына жағдай жасайды. Интегралды білім берудің негізінде білім беру жүйесінің өзгеру қажеттілігі жатыр. Бұл өзгерістер қазіргі замандағы техникалық, технологиялық және ақпараттық кеңістіктің қарқынды дамуымен байланысты. Білім беру қажеттілігінің себептері техникалық және технологиялық өзгерістер, яғни қазіргі адамға жаңа технологиялар мен бағдарламаларды үнемі меңгеру қажеттілігі. Ақпараттық кеңістіктің дамуы, яғни ақпараттық кеңістік үнемі жаңарып отырады, бұл жаңа білімдерді игеруді талап етеді. Қазір кездегі білім берудегі интегралдықтың 4 қырын жіктеуге болады. Кеңістіктік, коммуникативтік, тұлғалық және дүниетанымдық. Біреріне тоқталып өтейін. Интегралды білім берудің кеңістіктік қырының білім берудің физикалық және ақпараттық өлшемдерінің көрініс табады. Физикалық тұрғыдан алғанда білім беру кеңістігі тек оқу мекемелерінің қабырғасымен шектелмейді. Ол үйде, қосымша білім беру орталықтарында, қоғамдық орындарда, көлікте, мысалы метро, автобус, пойыз сияқты жерлерде жүзеге асырылады. Мұнда интернеттің кең таралуы қолдап отырады. Бұл оқушыларға қажетті ақпарат пен білім беру ресурстарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақпараттық тұрғыдан алғанда интернет білімнің үздіксіздігін қамтамасыз етеді, өйткені ол әлемнің кез келген нүктесінен ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол адамдарды ортақ когнитивтік, коммуникативтілік және білім беру жүйесіне біріктіреді. Коммуникативтік қыры білім беру үрдісінде барлық қатысушылардың тең құқылы болуын қамтамасыз етеді және авторитарлық басқару стиліне бас тартуды қолдайды. Жеке тұлғалық қыры адамның өзіндік дамуына мүмкіндік береді және оның әлеуметтік рөлдерден тәуелсіздігін сақтауға жағдай жасайды. Дүниетанымдық қыры білім беру үрдісінің субъектілік сипатын сақтауға бағытталған. Онтологиялық қыры білімді күнделікті өмірде қолдану мен қоғамның үйлесімді дамуына ықпал етуді көздейді. Осылайша интегралды білім беру жеке тұлғаның жан-жақты дамуына бағытталған жүйе болып табылады. Ол білімнің үздіксіздігі мен кеңістік интеграциясын қамти отырып, қазіргі заман талаптарына толық сәйкес келеді және адамзат қоғамның алға ілгерілеуіне ықпал етеді. Интегралды білім беру концепциясы консервативті саясат пен философиялық идеализмнің ықпалымен қалыптасты. Ол материалистік құндылықтарға қарсы бағытталған интериалистік революцияның негізгі құралдарының бірі ретінде қарастырылды. Дегенмен, интегралистер және педагогикалық мектеп құруды көздемеді. Олар үшін интегралды білім беру қозғалыстың идеологиясын табиғи түрде жалғастыру болды. Интегралды білім беру консервативті және функционалистік қағидаттарға негізделеді. Бұл білім беру тәсілі құрбандықты, тіпті және бағынуды тәрбиелеуге бағыттады. Бұл моралистік және идеалистік көзқарастарға сәйкес келді. Ең бастысы басымдылық рухани және патриоттық тәрбиеде болды. Бірақ халықтық мәдени деңгейін көтеруге деген ерекше мән берілді. Интегралистер әрбір азаматты лайықты тұлға ретінде қарастырып, оны ұлтқа қызмет етуге дайын етіп тәрбиелеуге тырысты.